Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен қазір бизнес арнасы, бұл интернеттен ақша табудың канал. Достар, егер де арнаға тіркелмесек, тіркеліп, осы видеоны аяғына дейін көрейік. Ал мен осы видеомды бастайын. Достар, сіздерге мен бүгін Бауна сайтын айтатын боламын. Бұл сайт қазір актуалды болып жатыр екен, сондықтан да видео шығарайын деп шештім. Бұл жерде тіркелуге келген кезде, яғни сіздерге ссылкасын описанияда немесе Telegram закрепте қалдырып қоятын боламын. Шақыру деген ол менің атымнан сізге келеді, яғни автоматты түрде ссылкадан өткенде жазылады. Пайдаланушы атыңызды деген жерге қазір атымызды жазатын боламыз. Одан кейін мына жерге нөмірімізді жазамыз. Мына жерге графиктік кодты жазамыз. Одан кейін SMS кодын жібереміз. Код жіберілгенін растаңыз дейді. Яғни код телефонға келеді міне. 269 047 деген батырманы жазамыз. Құпия сөзді енгізіңіз дейді. Тіркелу деген батырманы бастым. Қолданбаны құттықтаймыз. Жоқ, негізгі бетке деген батырманы баса салайық. Что-то интернет тормоз етіп атқандықтан, яғни жөнді ашпай жатыр. Қарайтын болсақ, бұл жерде қазақша тілде жазылған. Яғни тіркелгеніміз үшін бұл жерде 300 теңге береді екен. Бүгінгі тапсырмалар дейтін қарайтын болсаңыздар, міне, өтірік па шын ба бірақ білмеймін, шығарып атқандар бар дейді. VIP 4, VIP 3, яғни осындай тапсырмаларды орындаған адамдар VIP-ке өту үшін қосымша ақша төлейсіздер. Міне VIP деген батырманы басып көрейік. Қарайтын болсаңыздар, міне 3.88 дейді. Қайта зарядтау. Зарядтау деген негізі ол инвестиция жасау деген мағынаны білдіреді. Қабылдау 3 күнде эмиссиялар дейді. Яғни 3 күнде ғана беріледі. Бұл қарайтын болсаңыздар 201 біле. Сонымен қатар VIP жаңарту үшін дейтін нелерді бар екен. VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4. VIP 4 24 теңге, бірыңғай тапсырма 102. Қабылдау 8 күніне эмиссиялар жарамдылық мерзімі 365 күндер дейді. Яғни 24 мысалы, бұл 365 күн ол жүрмейді. Яғни бұл краткосрочный проекттердің бірі, яғни тез арада кіріп шығып кету керек. Task деген батырманы басып көрейік. Міне достар, task деген жерде тұрады екен. В основном бұл жерде Facebook'тан селінеді екен. Енді орындап көрейік. Қабылдау деген батырманы басамыз. Так, бұл жерде тапсырмаға қойылатын талап дейді. Бәрекелді дейді. Тапсырма сілтемесі жасалу уақыты. Бұл жерде сонда скриншотпен ғана істейміз. Тапсырма сілтемесін ашыңыз деген батырманы басамыз. Facebook'қа кіреміз. Бұл жерде скрин жасаймыз. Одан деген батырманы басамыз. Медиатекеге кіреміз. Міне скрин выбрать деген батырманы басамыз. Мына загрузка болып жатыр екен достар. Сурет жүктеп салынды деді. Тапсырманы жіберу деген батырманы басамыз. Тапсырма сәтті жіберілді дейді. 10-15 минуттан кейін бұны яғни тексереді дейді. Яғни ақшасын беру немесе дұрыс орындалмады деген секілді. Task деген батырмаларды қазір тағы да орындап шығайын. Бұл жерде кейбір сөздер қарайтын болсақ достар, қате жазылған, тапсырма орындалды деген. Қазақша проект емес екенін анық көрініпті, бірақ қазақша аударылған. Ссылка ашамыз. Скрин етеміз.
байқаған болсаңыздар, мына жерде домалақ болып скриншот жүктелген болса көрсетіліп тұрады. Яғни бұл жерде ешқандай асығудың қажеті жоқ. Бір асығыстықтың кесірінен, яғни дұрыс жасамай қоюымыз мүмкін. Күнделікті квота аяқталды дейді. Яғни бұл VIP-дағы заданиялар екен. Бұл жерде бізге 3-ақ тапсырма береді, 3 күнде. Так, міне бітті. Тапсырмалар есептейік, енді қанша болатын. 3 күнде 88 теңгеден берсе, көбейтеміз 3-ке, қосамыз бонусный. Яғни 1092 теңге болады екен. Осылай 3 күнде 1000 теңге шығаратын боламыз. Не үшін 1000 теңге дейтін болсаңыздар, қазір мен деген батырманы басамыз. Қайтарып алу деген батырманы басайық. Мына жерде шығару сомасын енгізіңіз дейді. Одан кейін мына жерде төлем құпия сөзі, есептік жазбаны алып тастау деген секілді. Бұл жерде банк шотын ең алдымен тіркеу керек. Бұл жерде мен қазір әзірше тіркемеймін. Себебі бірінші жетіп алайын, содан кейін тіркеймін. Яғни 3 күннен кейін көретін боламыз. Шығара ма, шығармай ма. Қарайтын болсаңыздар, менде 300 теңге еді, 476 болды. Яғни 2 заданияны орындап бердім. Яғни орындап бергенде ол тексеріп қойыпты. Достар, сіздермен болған мен Казбизнес арнасы. Егер видео қызықты болса, арнаға тіркеліп, коммент жазуды ұмытпаңыздар.